Танымал әнші Төреғали Төрәлі жайлы сұмдық ақпарат. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымызды жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір даналық белгісін басып қойып, жақындарыңызға видеомызды таратуды ұмытпаңыз. Заң бұзған Төреғали Төрәлінің таңдауынан мефедрон табылғаны белгілі болды. Отандық тележүргізуші Дина Төлепберген сарапшылардың басын қосып, әнші Төреғали Төрәлінің ісіне қатысты зерттеу жүргізді. Бұл туралы Станкейзет ақпарат агенттігі хабарлайды. Талқылау барысында өнер иесінің адвокаты Илнура Кішкенебаева Төреғалидің тәртіп бұзған күні есірткіге мас күйде болғанын жоққа шығарды. Алайда сараптамадан есірткінің бір түрі табылған. Бұл оқиға болған күні бәрі жабылып, Төреғалиді наркодиспансерге апарды. Бірақ жанында ешкім болған жоқ. Тест жасалған кезде Төреғалидің жанында тым болмағанда бір адам болу керек. Оның кіші дәретін алды. Бірақ кім біледі, ол кімнің кіші дәреті? Бізде тәуелсіз экспертиза жасауға 3 сағаттай уақыт болды. Бірақ біз Төреғали Төрәлінің қайда екенін білмедік. Төреғалидің медициналық сараптамасының нәтижесі бойынша кішкене қоспасы бар мефедрон табылды дейді бағдарламаға келген психиатр-нарколог Санжар Тұрсымбетовтың айтуынша, мефедрон психикалық белсенді заттар. Ол баста ванна салатын тұз ретінде кіргізілген, мақсаты жастарды біртіндеп осы нәрсеге тарту. Мефедронды пайдалану жүрек соғысының желуіне, күйзеліске, көңіл күйдің болмауына алып келеді. Алматы жастарының басым бөлігі есірткінің осы түрін жиі пайдаланды. Талқылау барысында адвокат Төреғалидің оқиға болмай тұрып, бір күн бұрын бір емес бірнеше кальян шеккенін мойындағанын айтты. Көлік жүргізерден бір күн бұрын Төреғалидің кальян шеккені белгілі болды, бір емес бірнеше. Қандағы бөгде зат сол нәрседен шығуы мүмкін деген болжам бар. Бізде сараптамалар тағайындалды. Психология, наркология сараптама тағайындалып, есірткіге тәуелдігі бар ма, жоқ па секілді сұрақтар талқыланды. Сараптаманы қайта тағайындап, біз Төреғали Төрәлінің есірткіге ешқандай тәуелдігі жоқ екенін анықтадық, дейді Илнура Кішкенебаева. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Басқа да жаңалықтарды білу үшін арнамызға жазылып өтіңіз. Сау сәлеметте болыңыздар.